Қай елдің баспасөзі мықты болса, сол елдің өзі де мықты. Алаш қайраткері Міржақып Дулатовтың осынау ойлы сөздері журналист еңбегінің қаншалықты жауапты, қаншалықты қастерлі екенін айқындап тұр. 28 маусым кәсіби журналистердің мерекесіне орай газет тілшілерінің бір күндік жұмыс барысымен танысатын боламыз. Келді Жақман, Сыр өңірінде айшықты орнын қалыптастырған басылымдардың бірі Республикалық қоғамдық саяси халық газетінің журналисті. Ол бұл басылымда 7 жылдан аса уақыт тынбай етіп келеді. Басылымның әр сөзін ізденіспен жазатын журналистің айтуынша, газет халықтың мұң-мұқтажын, қоғамдағы өзекті мәселелерді жеткізетін басты құрал екенін айтады. Осы арқылы билік пен бұқара арасы жалғайтын басылым әрқашан өмірдің тыныс-тіршілігін хабар етуді мақсат тұтады. Негізі осы журналистикаға келуім кездейсоқтау бір оқиға болды деп айта аламын. Өзім қазақ тілі әдебиеті мамандығы бойынша оқып жатқан едім ол кезде. Бірақ әлеуметтік желіде өте белсенді болатын, оның ішінде Facebook желісінде кез келген тақырыпқа, қоғамда болып жатқан кез келген мәселеге үн қатып өзімнің пікірімді білдіріп отыратынмын. Сондықтан болар 2016 жылы осы халық газеті бас редакторы Нұржан Әбжалұлы сол Facebook'тен жазып маған жұмыс туралы ұсыныс айтты. Бірінші ұсыныс айтқан кезде мен басқа бір жұмыстармен жүрген болатынмын, сондықтан келе алмадым, бірақ екінші рет қайтадан шақырып осы салаға келдім. Содан бері қазір енді 7 жылдан көлемі болып қалды. Осы бір жерде ешқандай табан аудармай осы жерде қызмет етіп келе жатырмын. Нағыз журналист ең алдымен сауатты жаза білуі керек. Толғандырған мәселені тереңнен зерттеп, тақырыпты аша білу журналистің басты міндетіне саналады. Сол үшін де кез келген адам журналист бола алмайды. Тек шығармашылыққа жақын, білімді, өз ісінің шебері болуы тиіс. Осы орайда кейіпкеріміз жас журналистерге өзінің керекті кеңестерін айтып берді. Жалпы практика уақытында көптеген журналистер келеді, жас журналистер. Бірақ енді жазу жағынан, жалпы сауат жағынан, оның үстінде пунктуациядан көп қате жіберетінін мен жиі байқаймын. Енді көп оқу керек дегенді барлығы айту мүмкін, бірақ түсініп оқу керек дегенді қосар едім. Өйткені менің алдыма мысалға жас журналист ретінде көп кітап оқыдым деген қыз жігіттер келді. Мен оқымаған кітаптарды оқыған олар. Бірақ жалпы сөз саптауы, жазуын қарасаң, ондай көп кітап оқымағанға ұқсайды. Бұл жерде оқу деген бар, және түсініп оқу деген бар. Журналистикада жүрген соң көбіне публицистикалық шығармаларды, көркем әдебиетті бір-бір оқуға болады. Ал жалпы мен 100 кітап оқысам бірден жақсы журналист болып кетемін деген нәрсе менің ойымша қате. 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің кәсіби мерекесіне орай өңіріміздегі барша журналистерді құттықтай отырып жылы лебізін білдірді. 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күнімен осы ақпарат айдынында жүрген барша әріптестерімді шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға аманшылық, дендеріңізге саулық, жалпы шығармашылық табыс тілеймін. Ең бастысы қаламдарыңыздан күш-қуат кетпесін деген тілегімді арнағым келеді.